Құрметті оқушылар, бүгін біз математика пәнінен 5-ші сыныптар үшін тжб-ны орындайтын боламыз. Екінші нұсқасы. Енді қалай орындаймыз? Бірінші бізде 12-де 5 қосу 15-де 7. Бізде ортақ бөлім 60. 60-ты 12-ге бөлеміз, 5 болады. 60-ты 15-ге бөлеміз, бізде 4 болады. Сонда 25 қосылған 28. Ол бізде 60-та 53 болады екен. Келесі, бұл бізде асы. Енді бысы. 12-де 7 азайту 9-да 2 тең болады. Бізде ортақ бөлімді бірінші тауып алуымыз керек. Ортақ бөлім бізде 36. 36-ны 12-ге бөлеміз 3. 36-ны 9-ға бөлеміз 4. Көбейтеміз 21 азайту 8. Сонда 36-да қанша болады? 11-ден 8, 20-дан 8-ді алсақ 12, 1-ді қосамыз, сонда 13 болады екен. Келесі, с 4,6-дан 5 қосылған 2,8-ден 3. Бірінші бүтіндерін қосып алайық, 6 бүтін болады. Енді ортақ бөлім бізде неше болады? 24, 24-ті 6-ға бөлемін 4, 24-ті 8-ге бөлемін 3. Сонда 20 қосылған 9, сонда 6 бүтін. Енді түрлендірейік. Бұлай жазуға болады. 6 бүтін 24-те 24 қосу 24-те. Мына жерде 5 деп жазуға болады. Сол кезде бізде 24-ті 24-ке бөлсек, бір шығады, бірге 6-ны қоссақ 7. Сосын жаза саламыз. 24-те 5. Келесі д. Д дегеніміз бізде азайтуға берілген. 12-де 8 азайту 2 бүтін. 18-де 11. Бірінші бүтіндерін алайық. Бүтіндерін алсақ, бізде 1 болады. Енді ортақ бөлім келтірейік. Ортақ бөлім бізде 36. 36-ны 12-ге бөлсек, бізде 3 болады. Мынаяқта 2 болады. 24 азайтылған 22. Сонда 1 бүтін 36-да 2. Алынды бөлімді 2-ге қысқартып жіберуге болады. Сонда 1 бүтін 18-де 1 болады. Енді келесі екінші есеп бізде. Асы 16-да 5 көбейтілген 15-де 4. Енді іздейміз. Тігінен жоқ, енді қиғашынан бар. Алымда бөлімде 5-ге қысқартып жібереміз. 5, 3, екеуінде 4-ге қысқартып жібереміз. 4, 1. Сонда бізде 12-де 1. Келесі есеп. Келесі высы 5 бүтін 3-тен 1 көбейтілген 6. Яғни бізде аралас санды натурал санға көбейту. Бірінші аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 6 болады. Көбейтілген 6. Бөліп жібереміз. Сонда 2 болады. Екеуін көбейтеміз. 32 болады екен. Келесі, енді жазып алсаңыздар, болмаса тоқтатып қойып жазып алуларыңызға болады. Енді мен өшіремін экранда полный. Енді бізде үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың асы 12-де 7, 12-де 6. Бөлімдері бірдей болып,
қайсының бөлшегі үлкен болса, сол бөлшек үлкен болады. Алымы үлкен болса, сол бөлшек үлкен. Яғни бізде 12-ден 7 үлкен. Келесі. Осы 3,8-ден 5. Мынау 4,6-дан 1. Енді аралас санды салыстырған кезде біз алдында тұрған бүтіндеріне қарай саламыз. Егер де бүтіндері үлкен болса, сол бөлшек үлкен болып саналады. Келесі 4-ші тапсырма. Поезд бірінші күні барлық жолдың 8-ден 3-ін жүрді, ал екінші күні бірінші күнге қарағанда 6-дан 1-ге кем. Екі күнде поезд жолдың қандай бөлігін жүрді? Енді жазайық, бұл бізде мәтінде есеп болғандықтан, бірінші күні бізде 8-ден 3-ін жүрген, сондай бөлігін жүрген. Ал екінші күн, бірінші күнге қарағанда бізде 6-дан 1-ге кем деп тұрса, кем десе бізде азайту қоямыз. 8-ден 3 азайту 6-дан 1. Бізде ортақ бөлім неше болады? Ортақ бөлім екеуіне де бөлінетін сан болу керек. 24. 24-ті 8-ге бөлеміз. Бізде 3 болады, яқта 4 болады. Көбейтіп азайтамыз. 9 азайту 4. Сонда 24-те 5 болады. Бұл бізде екінші күні жасалынған жұмыс. Енді айтады бізге 2 күнде дейді. 2 күнде пойыз қандай жолдың бөлігін жүрді дейді. Яғни барлығын сұрап тұр. Біз бірінші күнде 8-ден 3 болса, қосам 24-те 5 болса, енді ортақ бөлім 24-ті аламыз. 24 өткен екеуінің еселік сан. Мына жаққа 3-тен береміз, 24-ті 8-ге бөлеміз. 3, 24-ге бөлеміз 1. 9 қосылған, көйтіп жатырмын. 9 болады, некен бөткенде 5 болады. 24-те 14 болады екен. Алымда бөлімді 2-ге қысқартып жіберейік. Мына жақта 7 болады, мына жақта бізде 12 болады. Сонымен жауабы 2 күнде, бізде 2 күнде. Сонда бізде 12-де 7 болады екен жауабы. Оқушылар түсінікті деп ойлаймын. Біздің каналымызға подписаться етіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видеоларымызды, келесі ТЖБ, БЖБ-ны көретін боласыздар. Біздің ақылы курсымызға да жазылуларыңызға болады. Бағасы өте қымбат емес. Онлайн форматта тікелей эфирде түсіндіреміз сабақты Zoom форматымен. Тікелей эфирде барлық сабақтар түсінікті түрде айтылатын болады.